Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі 120 сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. 5-ші жаттығу: мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар. Аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана, біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» дедім күлімдеп. «Біз сізді жақсы көреміз» деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Аналар мерекесі қашан тойланады? Аналар мерекесі 8 наурыз күні тойланады. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Матаға кесте тігіп, күннің суретіне анасының суретін жабыстырды. Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Себебі олар аналарын құрметтеп, үй жинап, ас әзірлеп, аналарына сыйлық беріп, қуантқан болатын. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» деген сөйлем қаратпа сөйлем болады. Яғни қаратпа сөзі бар сөйлем болады. 6-ші жаттығу: өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз, ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. 7-ші жаттығу: ашық хат мәтін бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. Туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз. Жазған ашық хатың туралы жұбыңмен ой бөліс, өзара тексер. Мынандай 4 сұрақ берілген екен. Кімге арналады, немен құттықтайды, қандай тілек жазылады, тілек білдіруші кім? Енді осы сұрақтарға жауап бере отырып, мына сөздерге сәйкестендіріп сөйлем құрастырып көрейік. Қымбатты сымбат, туған күніңмен саған зор денсаулық, таусылмас күш-қуат тілеймін. Ізгі ниетпен, Айдана. Аса қадірлі анашым, мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен, балаңыз Бақыт. 8-ші жаттығуға назар салайық. Суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Біз бұл жерде ненің суретін көріп тұрмыз? Назар аударайық. Сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талда. Бірінші суретте бізде Мақсат анасына гүл сыйлады. Екінші суретте мен апайға алмаларын жинауға көмектестім. Енді осыларды сөйлем мүшелеріне талдайық. Бірінші сөйлемде не істеді? Сыйлады. Не сыйлады? Гүл сыйлады. Кімге сыйлады? Анасына сыйлады. Кім сыйлады? Мақсат сыйлады болады. Яғни сыйлады деген сөз бізде баяндауыш болады. Себебі өйткені ол не істеді деген сұраққа жауап береді. Кім не сыйлады? Гүл сыйлады. Бұл жерде ол гүл деген сөз бастауыш болып тұр. Кімге сыйлады? Анасына. Бұл жерде анасына деген сөз толықтауыш. Кім сыйлады? Мақсат. Мақсат бізде бастауыш болады екен. Екінші сөйлемде көмектестім. Не істедім? Көмектестім. Кімге көмектестім? Неге көмектестім? Жинауға көмектестім. Бұл жерде жинауға деген толықтауыш болады. Нені жинауға көмектестім? Алмаларын жинауға көмектестім. Бұл да толықтауыш болады. Кімге көмектестім? Апайға көмектестім. Апайға деген сөз де бізде толықтауыш болады. Кім көмектесті? Мен көмектестім. Мен деген сөз бастауыш болады екен, құрметті оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.